Мына бір сиқырлы санды елестетіңіздерші. Бүкіл өміріңде сенің қолыңнан қанша ақша өтті? Жұмыстан, кәсіптен, инвестициядан, мүмкін фрилансерсың, мүмкін бірдеңе істеп жүріп жерде кетіп бара жатып қолыңа тауып алған ақша. Осылардың барлығын қосса, сенің бүкіл өміріңде қолыңда қанша ақша ұстап көрдің? Есептеу чуть-чуть қиын болуы мүмкін. Давайте мен бір есептеп көрсетейін. Мысалы, менің орташа оқырманым қандай? Ол үшін YouTube'дағы статистикасына кірсек, мына жерде мен шығарып қойдым. Мендегі оқырмандардың, көрермендердің 60%-нан жоғарысы ер адамдар екен. Және ең жиі кездесетіні олар 25-34 жас аралығы екен. Яғни, сіз туралы мен бірнеше факт айта аламын да. Біріншіден, сіз, скорее всего, жасы 33-тегі жігітсіз. Яғни, сіздің жалақыңызды есептеп, жігіт болмауыңыз да мүмкін, сіз әйел болуыңыз мүмкін, жасыңыз 33-те болмауы мүмкін, возможно, сіз дейтін менің оқырманым да болмауыңыз мүмкін да. Но в целом айта берейік, мысал ретінде, қыз болсаңыз, жасыңыз 22-де болса, өздеріңіз соған проекция жасап аласыздар да. Қазақстанда орташа жалақы қандай? 390 мың теңге. Давайте біз енді Қазақстанның үкімет емеспіз, өтірік асыра сілтемей қойық. Примерно менің оқырмандарымның орташа жалақысы 300 мың теңге дейік. 300 мың теңгесі бар, менің оқырманым жасы 33-те болса, примерно 20 жасынан бастап жұмыс жасап келе жатыр, 13 жыл жұмыс жасайды, және сол уақытта ол қолында бүкіл жалақыларының барлығын қосса 46.800.000 теңге түскен екен. Мен түсінем. Сіз жаңағындай да 33-тегі жігіт болмауыңыз мүмкін, жалақыңыз әрдайым 300 мың теңге болмауы мүмкін, кейде 10 мыңнан бастайсыздар, кейде 500 мың аласыздар, әртүрлі болуы мүмкін. Но в целом ол ең маңызды дүние емес. Ең маңызды дүние ол мына сұрақ. Осы уақытқа дейін сенің қолыңнан қанша ақша айналып өтті? 5 миллион теңге, 10 миллион теңге, 20, 30, мүмкін 50, мүмкін 100 миллион теңге. Оның барлығын давайте сіздер отырып, ерінбей есептеп, комментарийға жазыңыздар. Қанша болса да, бұдан да маңызды бір сұрақ бар. Сонша жыл қолымыздан ақша айналып өтіп жатыр. Сол уақыттың барлығында қанша ақша қолымызда қалды? 100 мың теңге? Қазір бар сізде. 5 миллион теңге? 10 миллион теңге? Мүмкін 100 миллион теңге? Мүмкін сіз кредиттасыз, минустасыз, қолыңызда ақша жоқ. Өте қиын, бірақ жарайды, жүректеріңізді ауыртпай қойын. Одан да басқаша сұрақтар қойын, кішкене сіздерге жеңіл болатындай. Мына екі сұрақтың жауабын беріңіздерші. Осы уақытқа дейін қолдарыңызда қанша ақша айналып өтті, және қанша ақша қалды? Енді жүректеріңізді ауырта берсеңіздер болады да. Себебі көбісі, Қазақстандағы көп адам, тіпті менің парақшамды көретін осындай қаржылық сауаты бар дегендердің өзі қолында қанша ақша айналғанын білмейді. Тіпті білген күннің өзінде қазір қалтасында түк те жоқ та. Сондықтан сіздерге айтайын, егер де менің қалтамда қазір 1-2 миллион теңге ғана бар, немесе мүлде ақша жоқ деген жауап сіздерде болса, осы видеоны міндетті түрде көрулеріңіз керек. Неге? Себебі ақшаның ережесін қатты айтам, ренжімеңіздер, бірақ білмейсіздер. Мен де білмеуі мүмкін, оны білмейміз ғой. Бірақ мен өзім туралы кішігірім айтайын, сіздерге ақшаның ережесін айта аламын дейтіндей мен кіммін? Атым Еркебұлан, мүмкін кейбіреулер біледі. Жасым 29-да. Бірақ маңыздысы, мен 31 жасыма дейін доллармен миллионер болам деген өзіме мақсат қойдым. Сол мақсатты орындамақ ниетпен 2018 жылдан бастап ақшаны зерттеп келем. Ақша қандай ережеге бағынады? Бай адамдар неге бай, кедейлер неге кедей? Неге біреу қарызда болады? Ал неге біреу дейтін ай сайын қырып ақша табады? Осының барлығын зерттедім да, себебі менің негізгі мақсатым 31 жасымда доллармен миллионер бол. Қызық подход, негізі ақшаны көбірек табу үшін ақшаны зерттеу керек емес, оны табу керек қой, бір түрлі жолды таңдаған екен. Бірақ бірден айтайын ба? Жұмыс істейтін жол сияқты. Себебі мен бұйырса дәл осындай темп жалғасса, бұйырса 31 жасымда емес, тіпті 30 жасыма жетпей миллионер болып қалуы мүмкін. Ол үшін давайте барлығымыз қолымызды жұмайық та, маған дейтін отдушинский сәттілік тілеп қойық та. Сондықтан сіздерге қазір осы 2018-ден бері, қазір қанша 6-7 жыл өтті, сонша уақыттың барлығында жиған терген әртүрлі наблюдениялар, әртүрлі тәжірибелерді жинай отырып, 3 түрлі ақшаның негізгі формуласын сіздерге келтірем. Және осы формула менің ойымша кез келген жерде жұмыс жасайды. Әдетте, кез келген жерде абсолютно формула деген бар деп айта алмаймыз, бірақ мына формулалар жұмыс жасайды. Бірақ бастамас бұрын бірнеше дисклеймер.
Бұл видеода айтылатын дүниелер максимально оңай болады. Бірақ сіздерге айтайын ба, мынандай жақсы мақал бар да орыстарда: гениальность в простоте дейді. Яғни ең маңызды дүниелер әдетте ең оңай дүниелер болу керек. Сондықтан бұл видеода керемет анандай косинус пен синусты араластырған теоремаларды күтпеңіздер. Ең оңай сіздерге жеткілікті дәрежеде күтіңіздер. Сонымен қатар қолдаңыздар. Себебі тырнақтың астынан кір іздеп отыратын оқырмандар табылатынын білем, бірақ сіздерге айтайын, ақша қолдауды жақсы көреді, ал мен қолдауды ақшадан да қатты жақсы көремін. Үшінші дүние, айтылған кейбір инвестициялық есептеулер, инвестициялық ұсыныстардың барлығы ол сіздерге осыны сатып ал дегенді білдірмейді. Оның барлығы тек қана ақпараттық мақсатта жасалады. Кез келген инвестицияны сіздер өздеріңіз зерттеп жасауларыңыз керек. Бір видеоны көре салып, мына біреуді сатып алу керек деген шешімді ешқашан қабылдамаңыздар. Кеттік. Ең бірінші ережені түсіну үшін мына бір кісіге назар аударайықшы. Бұл жас бала да сіздердің көздеріңізше. Есімі Еркебұлан Сейдахмет. Футбол жанкүйерлері оның кім екенін түсінеді. Кезінде Уфада ойнаған, қазақтың алтын баласы деген атқа ие болған футболистердің бірі осы. Кейін Қайратта ойнаған, бірақ ең маңызды дүниесі 2023 жылы осы Еркебұлан Сейдахметтің берген бір интервьюін тауып алдым. Сол жерде айтады: Қайрат маған айына $15,000 жалақы береді дейді. $15,000 деген біздің ақшамен қазіргі где-то 7-7,5 миллион теңге. Енді қараңыз, бұл бала ақша табу үшін доп тебеді, ойнайды. Сіз қарайсыз, сіз мүмкін, сіз емес, сен дей берейінші да, негізі жаңағындай жасың 33-те болғандықтан сіз деп отырмын, бірақ давайте YouTube'да сен дей берейін, осыған үйрену керексіз. Сен мүмкін медбикесің, мүмкін инженерсің, мүмкін мұғалім, мүмкін дәрігерсің, мүмкін басқа да мамандықты жасайсың, және өзің жалақыңды қарайсың. Сенікі мүмкін 200,000 теңге, мүмкін 500,000, мүмкін айына 1 миллион теңге табасың. Сен ойлайсың, өте маңызды іспен айналысып жатырмын деп, бірақ кейбір адамдар бар, жай ғана доп тебеді да 7 миллион теңге табады, 7,5 миллион теңге табады айына. Соны қарап, қандай сезім келеді саған? Ыза, қазір тауып көруге тырысайық та. Өкініш, мүмкін өмір әділетсіз деп ойлауыңыз, мүмкін ойлайсыз, мен бұдан көбірек ақша табамын деп, мүмкін мақтаныш сезімі болады, мүмкін жай ғана ештеңе сезінбейсіз, мүмкін ақша өте әділетсіз екен деп ойлайсыз. Бірақ сіздерге айтайын, ақшада сезім жоқ, ақша жақсы емес, ол жаман емес, ол әділетті емес, ол әділетсіз емес. Сіздерге мүмкін мынандай ойларда түсініп қалуларыңыз мүмкін да. Бізде енді Совет одағында байларды жаман дейді ғой. Ақша тек қана жаман адамның қолында болады. Ақша тек қана, бізде Совет одағы деген қалай кетті да, біз енді соның жұрнағының бір сезіп келе жатқан адамдармыз ғой. Ақша тек қана жаман адамдарды қалайды, ақша тек қана жақсы адамдарға барады. Ақша табу үшін біреуді алдау керек, біреудің басына секіріп, әртүрлі ойлар болуы мүмкін, бірақ мына жерде Еркебұланға қатысты өкініш, ыза, әділетсіз деген сезім болса, сіздерге мына тағы да бір келесі сұрақтар қояйық. Давайте Еркебұланның карьерасына басқаша көзқараспен қарайық. Еркебұланды қарапайым мұғаліммен салыстырайық, араларыңызда мұғалімдер бар болуы мүмкін. Еркебұланды қарасақ, футболист карьерасын таңдады. Футболисттің карьерасын таңдау үшін қанша жаста шешім қабылдау керек, футболист боламын деген? Спортпен жақын адамдар бар ма арамызда? Бар ма? Қанша жаста таңдайды? 7-10 жаста таңдау керек дейді. Мектеп кезінде бірінші сыныпқа бармай тұрып, мен футбол ойнаймын деген таңдауға келу керек та. Өте оңай емес таңдау. Менің ойымша, бір 1000 ата-ананы алып алсақ, оның арасында мүмкін біреуі сол таңдауды жасауға батылы жететін шығар. Өте қорқынышты таңдауда. Көбісі мектепке барып, сол жақсы оқуды таңдайды. Жарайды. Футболисттің карьерасын таңдау өте ерте басталады екен. Футболисттің карьерасы қалай жасау керек екенін түсінікті ма? Мысалы, мен университетке түсем, оқуды бітіремін, все, футболист боламын. Ондай түсініксіз да, қай жерде болу керек, қандай болу керек, сапалы, сосын академияларды табу әртүрлі, өте анандай. Абай айтпақшы, соқтықпалы, соқпақсыз жолға толы да, сол карьерасы. Енді қарайық, футболисттің карьерасын тіпті таңдаған күннің өзінде Қазақстанда мықты футболист болып кету ықтималдығы қандай? Өте төмен, Қазақстаннан мықты футболисттер өте сирек шығады. Яғни, осындай шешімдерді қабылдау керек. Сонымен қатар, сен мықты футболист болғың келсе, ол арзан емес дүние, Сенің дейтін ең жақсы киімдерің, ең жақсы добың, ең жақсы поле дейді, ең жақсы алаң, ең жақсы тренер өте арзан емес дүние. Өте тәуекелге толы шешім. Ал енді мұғалімді қарайық. Мұғалімнің карьерасын таңдау қиын ба? Қашан таңдайды мұғалімнің карьерасын адамдар? Примерно 17 жасында, Ол 16-17 жасында таңдайды. Енді тапсыратын, ұбт тапсыратын кезде мен мұғалім боламын дейді. Неге?
Ең бірінші себеп әрине мұғалімдікті жақсы көргендіктен шығар. Екінші себеп грант көп мұғалімдікке, иә, льготалар көп. Мұғалімдікті таңдайды. Ол карьерасын таңдау, 16 жаста карьерасын таңдау дейтін қиын шешім ба? Әрине оңай емес шешім, бірақ 7 жаста таңдаумен салыстырғанда намного оңайырақ. Екіншісі, мұғалімнің карьерасын жасау жолы түсінікті ма? Әрине түсінікті. Сіздерге айтып бере салайын қалай болатынын да. Примерно 16-17 жаста ұбт тапсырасыздар, белгілі бір деңгейден өтесіздер, оқуға түсесіздер, бітіресіздер. Все, сіз мұғалімсіз. Ары қарай жұмысын табу қиын ба? Қиын емес. Мектепке барасыздар, мемлекеттік мектептерге, болмаса частный мектептерге барасыздар. Ол болмаса, қосымша дайындық мектептерінде сабақ бере берсеңіз болады, яғни мұғалімнің жұмысын табу өте оңай. Енді осы екі карьераны салыстыратын болса, қалай ойлайсыздар? Қай жерде тәуекел көп? Әрине, футболист болғанда тәуекел көп. Ал мұғалімдік ол тұрақты елдің бәрі жүретін жолды таптап өту ғана да. Әрине, мұғалімдер ренжімеңіздер, сіздердің жұмыстарыңызды маңыздылығы жағынан ешкім кемсітіп жатқан жоқ. Мен өзім мұғаліммін, өзім сабақ берем, сондықтан өзімнің жұмысымды маңыздылық жағынан азайтып жатқан жоқпын. Бірақ тәуекел жағынан мұғалімдікті таңдау оңай, тұрақты. Сондықтан да мұғалімдікті көп адам таңдай береді, осы карьераға спрос өте көп та, яғни тәуекелі аз болған сайын спрос көбейе береді. Ақшаның бірінші ережесі осы жерден шығады. Қай жерде тәуекел көп, сол жерде ақша жатады. Сондықтан да Еркебұлан айына 7 миллион теңге табады, сіз 500 мың теңге табасыз, смиритесь. Егер де көбірек тапқыңыз келсе, тәуекелі көбірек дүниелерді іздеген дұрыс. Ол үшін мамандықты ауыстырмай-ақ көбірек тәуекел бар істермен айналысқан дұрыс. Бірақ тәуекелдің барлығы көп ақша алып келе ме? Әрине жоқ. Мысалы, ставка қойсаңыздар, тәуекел өте жоғары, ақшаны жоғалтып алуларыңыз мүмкін да. Лотерея, тәуекел өте жоғары, ақшаны жоғалтып алуларыңыз мүмкін. Сондықтан бір ғана тәуекел жеткіліксіз, осы жерде ақшаның екінші ережесі туралы айтуымыз керек. Давайте Сахараны елестетейік. Сахараның орта. Сахара дегенді білмейтін кісілер болса, жердің картасын ашыңыздар, глобусты ашыңыздар. Африканың жоғары жағында мына үлкен бөлік Сахара дейтін шөл, иә. Сол шөлдің дәл ортасында кішкентай бір ауыл бар деп естейік. Оңға қарайсыздар, су жоқ. Солға қарайсыздар, су жоқ. Ешқандай жерде су жоқ Сахарада, мысалы да. Енді қарай, сол ауылдың ішінде адамдарға ең үлкен құндылық не болуы мүмкін? Әрине су. Суға адамдар алтынды беруі мүмкін, күмісті беруі мүмкін, суды адамдар кез келген ақшаға сатып алуы мүмкін. Сол, яғни, сол жерде кім байлықты таба алады, кім бай алады? Әрине, су сатқан кісі байлықты таба алады да. Бірақ суды қалай сатамыз деген осы жерде сұрақ болса, давайте екі түрлі адам болсын. Біреуі Арман деген кісі, екіншісі Әсел деген кісі. Екеуі де кәсіпкер. Біреу 33 жастағы жігіт, біреу 25 жастағы қыз болсын. Екеуі де кәсіпкер. Екеуінің бірақ кәсіпке деген подходы екі түрлі. Арман айтады, мен еңбектенуім керек. Еңбек түбі береке. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті деп айтады. Сосын тұрады да Арман не дейді? Мен ел жұртқа суды тарату үшін құдық қазайын дейді. Өзімнің қолыммен күрекпен құдық қазайын дейді. Күрек білмеймін, техникасы бар ма, күрегі бар ма, әйтеуір құдық қазады. Сосын құдықты жасаған кезде былай жасайды да, саты түсіреді былай темірден. Сосын біреулер су сұраса, шелегін ұстайды да, сатымен төмен түседі да, бір шелек суды алып келеді, көтереді, 1 литрін 1000 теңгеден сатады делік. Екіншісі Әсел тұрады айтады, мен де еңбекті жақсы көремін дейді. Бірақ еңбекті чуть басқаша жасайық дейді да. Мен құдық қазбаймын, мен ел жұртқа ақшасын төлейін, кішкене күтейін, ұзағырақ күтейін, бірақ колонка жасайын дейді. Колонка деген енді біздің ауылдағы тілмен айтқан кезде суда трубамен шығарады да, ары қарай мына кранды бүйтіп ашып, қосып отырса су шыға береді да. Тоже литрі 1000 теңгеден. Қалай ойлайсыздар? Кім көбірек су сата алады осы жерде? Әрине, Арман сатуы мүмкін, күніне дейтін 10 рет, 20 рет құдықтың астына түседі, шығады, шелегін алады, құяды, түседі, шығады, шелегін алады, құяды да. Су сатпағаннан жақсырақ. Бірақ Әселдікі оңайырақ та. Біреу келеді, колонканы аштың, 1000 теңгеге саттың, кетті. Аштың, 1000 теңгеге саттың, кетті да. Менің ойымша, дәл осы жерде Әсел Арманнан гөрі 10 есе көбірек су сата алады, 10 есе көбірек табыс жасай алады. Кім көбірек еңбектенді, қалай ойлайсыздар? Әрине Арман. Арманның еңбегі дейтін көп қой. Кешке қарай нанын жеп отқанда оныкі тәтті болатынына күмәнім жоқ, бірақ оның байлығы Әселдікінен көп болатынына күмәнім бар да. Осы жерден біз екінші дүниені аңғарсақ болады. Ақша қайда жатыр десек, ақша құндылықта жатады. Яғни сенің неғұрлым көп еңбек еткенің әрине маңызды. Жата бергеннен гөрі еңбек еткен маңыздырақ. Бірақ еңбек еткеннен де маңызды бір дүние бар, ол ел жұртқа көбірек құндылық беру. Құндылық деген не деген сұрақты ниятқа де отказ осы жерде сіздерге айтып жіберейік. Себебі түсініксіз болуы мүмкін. Құндылық деген не?
Құндылық деген әрине бір адамға құнды зат. Ал құнды дүние қайдан пайда болады? Адамға острый проблема, үлкен проблема бар, соның шешімі әрдайым құнды. Сахарада, жаңағы шөлдің ортасында су сатқан құнды. Аштық кезінде нан сатқан құнды. Аштық емес кезінде де нан сатқан құнды, потому что адамның күнде қарны ашады, білімді, балаға білімді сатқан құнды, потому что білімі оның болашағына өте көп көмектеседі. Қыздарға әдемілікті сатқан құнды, потому что қыздардың барлығы әдемі болады. Сіздерге айтайын ба? Ұлдарға да әдемілікті сатқан құнды, потому что ұлдар да әдемі болғысы келеді. Спорт әртүрлі. Адамдардың қандай қажеттілігі бар, сол қажеттілікті анықтап, сатқан дүниенің барлығы құнды болады, берген дүниенің барлығы құнды болады. Сондықтан осы жерде ақшаның екінші ережесін айтамыз. Ақша қандай формуладан тұрады десек, ақша тәуекелден тұрады, сонымен қатар құндылықтан тұрады. Құндылықсыз, тәуекелсіз көп ақша табу мүмкін емес. Бірақ ойлаңыздар, осы жеткілікті болу мүмкін еді, егер де барлығымыз гений болсақ. Сіздерге мынандай сұрақ қояйын. Қазір Алматы қаласында қандай дүниені сатып, кәсіп жасасақ, біз бай боламыз. Естеріңізде болсын да, тәуекелі бар және құнды дүниені анықтаңыздар. Бірден ойға ештеңе келмеуі мүмкін. Тіпті мен өзіме осы сұрақты қойған кезде, мен бүйтіп миымда анада маймылды елестетемін да, тың деп, миымда түк жоқ, просто звон ғана шығып тұрады да. Неге ондай болуы мүмкін? Потому что менде Алматының адамдары туралы, Алматының кәсібі туралы, сұранысы туралы, проблемасы туралы менде білім аздық етеді. Бірақ ол білім қайдан келеді десек, мен бір кітапты оқи салдым, мына кітапты, блокнот қой. Мына кітапты оқи салдым, бітті бай болып кеттім, бітті білімді болып кеттім деген жоқ та. Білім ешқашан адамның бойына жылдам келмейді. Білім ол инемен құдық қазғанда, яғни былай асықпай кетеді да. Сондықтан үшінші компонентсіз ақшаны көп табу мүмкін емес. Осы үшінші компонент сабыр деп атайық. Сабыр туралы кішкене сөйлесейік да. Мысалы, әлемдегі ең атақты инвестор Уоррен Баффет. 148 миллиард доллары бар. 148 миллиард доллар дегенді елестету үшін сіздерге мынаны айтайық. Представьте, мен бір күні миллионер болам, 30 жасымда дейік. Миллионер болам, еркебұлан, еркебұлан миллионер болады. Енді қарайық. Дәл сондай 1000 еркебұланды алсақ. 1000 еркебұлан ол өте үлкен, стадионның біраз бөлігін алады. 1000 еркебұлан ол 1 миллиард доллар. Яғни, Уоррен Баффет сияқты болу үшін мен сияқты 1000 еркебұланның тағы да 148-і болу керек. 148 мың еркебұлан болу керек та. 148 мың еркебұлан деген бірнеше стадиондар жинақ қоясыздар. Енді ойлаңыздар, олардың барлығы да миллионер болу керек. Қазақстанда, бүкіл Қазақстанда 55 мың миллионер бар. Яғни Уоррен Баффетқа ешқайсының состояниесі қосса, жетіңкіремейді. Яғни сондай барлығы да миллион доллары бар болса. Яғни сондай үлкен адам. Бірақ ондай үлкен адам өзінің состояниясын қалай жасады? Қазір жасы 94-те және оның ең алғашқы мынандай өткен межелерін қарап өтейік та. Ең бірінші миллион долларын қашан тауыпты? Миллион долларын 32 жасында тауыпты. Бұйырса мен сияқты да, мен планым сияқты. Бұйырса 32 жасында миллион долларын тауыпты. Алғашқы миллиард долларын табу үшін 22 жыл күткен. Яғни 55 жасында тапқан. Алғашқы миллиард долларды. Кейін 4 жылдан кейін 3 миллиард долларға жеткен. Енді елестетіңіздер. 1 миллионнан 1 миллиард жасау үшін 22 жыл кеткен. Ал қосымша тағы да дәл сонда 2 миллиардты үстіне қосу үшін 4 жыл кеткен да. Бұл жерде нені көреміз? Сабырдың қаншалықты маңызды екенін көреміз. Себебі сабыр деген ақша, Уоррен Баффеттің жақсы сөзі бар. Инвестиция дегеніміз не десек? Инвестиция деген сабырсыз адамдардың ақшасының асықпай сабырлының қалтасына құйылуы дейді. Себебі сабырлы адам ол жай ғана ақшаны бір жаққа салып қойып күтіп отырмайды ғой, ол жылдам нәтиже деген дүниеге назар аудармайды. Мысалы, қазір Инстаграмды қарасаңыздар, қаншама еңбек, қаншама тер деп мамасы мен папасына квартира, машина алып беріп жатқандардың барлығын көреміз. Жас балалар, мен де осындай болуым керек, ертең ақша табуым керек дейміз да, барлығымыз өзімізге қажет білімді алмаймыз, қажет тәжірибені алмаймыз, қажет іспен айналыспаймыз да. Бір кәсіпті бастап, ол кәсіпке егер де кішкене сабыр болса, қосымша тәжірибесін, клиентін, тұрақты адамдарын жинап, жақсы ақша табуға болатын еді, біз оны жасамаймыз да, орта жолда лақтыра береміз. Сондықтан да сізде қалтаңызда қазір түкте жоқ. Қатты айтып қойдым ғой, ренжімеңіздер, но кейде айтып тұрамын.
Яғни дәл сол дүние. Сабыр қаншалықты маңызды екенін көреміз. Білім алғанда да, тәжірибе жинағанда да. Сіздер айтуларыңыз мүмкін. Ей, қойсашы, Еркебұлан, бұл Уоррен Баффет қой. Біз қарапайым қазақтың баласы қайдағы Уоррен Баффет боламыз? Бізге сабырсыз-ақ та басқасыз-ақ та жетуі мүмкін. Сіздерге мынандай бір мысал келтірейін. Мен міне статистиканы алып келдім. Америкада ең үлкен 100 компания бар. Технологиялық компания. Сол 100 компанияның кішкентай бөліктері, яғни акцияларын жинап, соған инвестиция жасасақ, қазір қанша ақша табатын едік, соған қарастырайық да. Қазір мысалы біреуінің бағасы $512. 2005 жылы осыған $1000 салдық деп есептейік. Яғни 2005 жылдан кейін примерно 20 жыл бұрын ғой, 20 жыл бұрын ба? 20 жыл бұрын. Осыған $1000 салдық деп есептейік. $1000, мен қазір мына курс валюта тоже шығарып алдым. 2005 жылы 130 теңгеден болыпты $1 бағасы. Яғни $1000 деген 130 мың теңге болған. Яғни осы 130 мың теңгені 2005 жылы осы Америкалардың компаниясын салсақ, 5 жылдан кейін осы ақша $1200 болатын еді. Яғни алғашқы 5 жылда сізге $200 қосылатын еді. Бірақ осы жерде кішкене сабырдың қаншалықты маңызды екенін қарап өтіңіздер. 2 жыл артық жатса, 7 жыл жатса $1800 болатын еді. Тема ма? Бірақ одан да тема зат бар. Сол уақыттан бері тиіспей просто сабырмен күтіп жатсақ, сол кездегі 130 мың теңге емес, қазір 6-9 миллион теңге болатын еді. Енді ойлаңыздар, сабыр дегеніміз, яғни осы инвестицияда қалай жұмыс жасайды? Салдық, күттік, артық іс-әрекет жасамадық. Себебі артық іс-әрекет инвестицияда артық қателіктерге алып келеді. Осы жерде сіздерге осы видеоның спонсоры туралы жақсы бір әңгіме айтуға болады да. Себебі енді білесіздер, менің видеомда қазір студиясы бар, басқасы бар, ешкім ақшасын төлеп беріп жатқан жоқ та. Маған көмектесіп жатқан достарым бар. Ол достарымның бірі Пайдакс деп аталатын брокер. Ол брокердің айырмашылығы не? Мен сіздерге қазір айтқан акцияны, мен сіздерге қазір айтқан дүниені жылдам аз ақшамен бастауға мүмкіндік беретін брокер. Олған ақшасын саласыздар, сатып аласыздар. Болды, ары қарай күтсеңіздер, бұйырса болашақта өте жақсы ақша жасауға болады. Басқа брокерлардан бірнеше ерекшелігі бар. Біріншіден, комиссиясы өте аз, шетелдің акцияларын ала беруге болады. Екіншіден, мысалы дейтін басқа брокерларды айтал, атын айтпай қойын қазір, қате болып кетер. Бірақ сатып алсаңыздар, 2-3 күн акцияны күту керек, ал мына жерде моментально 1 секундтың ішінде сатып алуға болады. Және үшіншіден, жақсы бір жаңалық, мен осы видеоның астында описанияға сілтеме қалдырам. Сол сілтеме арқылы тіркелген әрбір адамға $50 бонус беруге дайын. Яғни сіз осы видеоны көрдіңіз, сілтемеден өттіңіз, $50 бонус аласыз, бірақ ол бонусты қалтаңызға салып қоймайсыз. Ана акцияны сатып алған кезде комиссияңыздың ақшасы сол бонустан алынады да, по сути ана $50 біткенше тегін комиссиямен жұмыс жасайсыз. Мен оны неге айтам? Маған дейтін Пайдакс тұрып, мә, осы видеоңды түсір деп ақша төлеп жатқан жоқ. Просто сіздер әрбір ана сілтемеден өткен сайын маған да бонус түседі. Win-win деген осы. Сіз де жеңесіз, мен де жеңесіз. Сондықтан кім қажет деп есептейді? Осы Пайдакс брокерына тіркеліп инвестиция жасай берсеңіздер болады. Ал біз жаңағы бір ережелерге оралайық. Сонымен, ақшаның негізгі 3 ережесі қандай болды? Біріншіден сабыр, тәуекел және құндылық. Осы үшеуі біріксе ғана жақсы ақша жасау болады. Үшеуі бірікпесе онша емес ақшалар жасау болады. Мысалы, сабыр мен тәуекел ғана біріксе, әрине біз дейтін ай сайын немесе күн сайын лотереяның ақшасын сатып алып отырып, бір күн ұтуымыз мүмкін. Бірақ ол ешқашан жақсылық қалып бармайды да. Себебі құндылықсыз келген ақша ол өте жылдам кете береді да. Бұл бір елестетіңіздер. Мүмкін сіздер мектепте оқыған кезде, университетте оқыған кезде сіздің классыңызда, сіздің группаңызда яғни анандай жігіттер болды. Мына портмоне ұстап жүреді, ішінде чек ұстап жүреді. Ана чекті қарасаң, футболдан 60 мың теңге осыны ұтқам, ырым болсын деп салып қойдым ставкадан. Ставкадан 300 мың осылай ұтқам, ырым болсын деп салып қойдым. Дәл сондай адамдар әрдайым қарызда жүреді. Сондықтан бұл видеоны қысқаша қатты созбай қойып, уже созылып кеткен сияқты, сабыр, тәуекел және құндылық. Осы үшеуін есте сақтасаңыздар, сіздерде жақсы ақша болады. Әрине, бұл фундаментал дүниелер болғандықтан, әр саланың өзінің ерекшелігіне қарай қосымша білімдерін алу керек. Мысалы, маркетинг, нетворкинг, есеп, бухгалтерия, налог, әртүрлі саладан әртүрлі еңбектерді алсақ, бұлардың барлығы да сіздердің ақшаларыңыздың көбірек табуына көмектеседі. Бірақ сайып келгенде нетворкингда, маркетингда, бухгалтерияда, тауарды өндіруде барлығы да осы жаңа біз айтқан 3 түрлі негізгі фундаментал
принциптардың жай ғана кішкентай бөліктері ғана да. Сондықтан осы 3 фундаментал принциптің сіз өзіңіздің негізгі мақсат ретінде қойсаңыз, ортасында керекті дүниелерін үйрене бересіздер. Бірақ бірден айтайын, менің жасым 29-да. Өмірдің бар құпиясын анықтап қойған жоқпын. Менің әр дүниені оқыған сайын, білген сайын түсінетін бір дүнием бар. Білгенім 1.9, білмегенім 99. Мен де үйренемін, сіз де үйренесіздер. Сондықтан алып қосар дүниелеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар. Мүмкін менен де көбірек білетін адамдар араларыңызда өте көп шығар. Сіздермен ой алмасуға, көрісуге, білісуге әрдайым ризамын. Және ең үздік комментарийға мына ай сайын жасайық. Ай сайын мынандай бір блокнот беріп тұрайық. Бұл блокноттың ерекшелігі мына жерде ақшаңыздың барлығын санауға қажетті барлық инструкциялар бар. Міне текстпен өзім жазып қойдым. Сонымен қатар ақшаны өздеріңіз күнделікті санап жүрсеңіздер болады. Ең аяғында инвестиция бойынша, қаржылық сауаттылық бойынша курс бар. Ол сіздерге тегін. Осы QR-мен өтіп ала берсеңіздер болады. Үздік комментарийға осы блокнотты береміз. Сыйға сіздерді күтеміз. Ал жалпы негізгі айтылатын дүние, елдің барлығы миллионер бола алмайды. Бірақ миллионер болу мүмкіндігі әр адамға берілген. Сондықтан бай болайық.